Hürmetli aşı ortadan ketpengizdir. Rayın Bey'in ortaga çıkıp men nağaçlar üçün bir anak birinci sürap dur. Çapala vurup koyup da sizlerin hürmetleringizge. Rayın Bey'in Hürmetli kavim kadirmendi. Koyuklu olsun. Bugün endi aday başsakaldı bari direk çıkardı göreyim. Soğan basaman katlan, bütün nağaçlarından da yesminden algaç digine ortaga oldu. Meni sevlema, şunlar men tanışır giysen, sonda sen meni her daim, janımda var dip giysen. Şimdi sen жүрсең көшеде, жандардан қарасаң, шалқып бір жүрген шақтарда, білмау еске аларсың, сонда sen meni есің ал, сонда sen meni есің ал. Meni sarımsan, Ollar sağırlar, Şükrün dolkun şeriri, Altından gelir şahırlar. Şimdi sen жүрсең köşeye, Şamdarda жанdan қарарsan, Шалқып бір жүрген шақтарда, Білмау еске аларсың, Сонда sen meni есің ал, Sonda sen meni есің ал, Sonda sen meni есің ал, Sonda sen meni есің ал. Sarlayдың сазы байқарсам, бағым саған сыйларым, осы бір әнді айтарсам. Енді сен жүрсең көшеде, жандардан қарарсам, шалқып бір жүрген шақтарда, білмау еске аларсың, сонда sen meni есің ал, Sonda sen meni есің ал. Şimdi sen жүрсең көшеде, жандардан қарарсам, шалқып бір жүрген шақтарда, білмау еске аларсың, сонда sen meni есің ал, 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 сонда sen meni есің ал. Бүгін әр көп әншіге өз концерт болып бара жатыр. Орныңызға жайғасып отырайық енді. Аллаға шүкір. Бұл бір Жетісбай аға мен Мәрия апайдың ниеті шығар, Аллаға шүкір. Ал қазір ортаға мың бұралып билеген, аруды кім сүймеген, қадірлі қыздарды тойымызда билесе, табан жерге тимеген деп Айназ шоу ансамблінің қыздары өнер көрсетеді. You wanna need your love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps a million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps. If you can make your mind
Maria anamızı gurbetine olan 70 yıllık mereytoyun birinci bölümünü ayaktap, mına restoranın çağ çıkarıp, töprüydük can çıkarıp, taman kan çıkarıp, bir jarım saat bilik. Sonun aldığında mına adal kegen asqa, törde turgan Amantayaga bata ver basqa ismi. Amin. Выступить. Маria выступить. Ortaya gelin.
Osa ölettim başlanamızın başla göz siymesine bağda istedim. Hürmetleringizge töreli ağamның atынан Көз Моншағы! Say
Мария анамыздың құрметіне алған дүбірлі тойдың екінші бөлімін бастайық. Құдай қаласа, көңіліміз жараса, сіздер көп, біздер көп, бір бақытты ананың мәртебесін көтеріп, 70 жылдық мерейтойдың екінші бөліміне келіп жеттік. Мария апай үшін шапалақ соғатын адам қалды ма? Ал ағайын, Жетісбай ағамның әулеті үшін айқайлап қоятын адам бар ма? Осы дүбірленген тойдың екінші бөлімінің бетін ашсын деп ортаға таңның атысы, кештің батысы, аяулы анамыз Мария апай менен өмірдің ыстық-суығын бірге бөліскен, бір үйдің баласындай болған, бірге жұмыс істеген, бір үйдің қызындай, ұлындай болған ардақты аяулы ұстаздар, қауымы, мұғалімдер менен және достарын ортаға шақырайын. Талғат, Бақыт, Бауыржан, Анаргүл, Бақытбек, Халия, Асан, Салтанат, Бөкен, Гүлдария, Бақтияр, Сәуле Саридова, Ұзақ, Женя, Зәкен, Гүлнар, Қарлығаш, Сара, Жарқынгүл, Қаршыға, Мәрзия, Қамаш, Қабиза, Базар, Бақыт, Алима, Ізділеу, Тайына, Галина, Қартбаба, Оразгүл, Марита, Бибиш, Назым болды. Болды. Билепші? Тыңдайық. Құрметті аяулы қазақтарым, бүгін бәріміз Алматының төрінде Жетіске Мәриямның жетіске толған мерейтойына келіп, Қазақстанның түкпір-түкпіріне келіп, соның тойын тойлап отырмыз. Бірінші байда денсаулық дейді, Мәриямның жетіске денсаулық тілеймін, өмір жасы ұзақ болсын. Құдай берген көз көрген ұл қыздар аман болып, солардан немере шөбере өсіп, солардың жақсын көруге нәсіп етсін. Енді бәртіқанымыз бағанадан бері сөз сөйлеп жатырмыз, енді Жетіске Мәрияға өзінің бір батамды айтып тастайды. Ей, жетпіс бергені! Жетпіс! Мұнда ел! Атамыз қазақ айтады. Бабадан асқан әз болмас, батадан асқан сөз болмас. Жауынменен жел көгереді, батаменен ел көгереді. Атаңнан қарғыс алма, батау, көпшіліктен ұрыс алма, алғыс ал дейді. Күндерің шуақты болсын, көңілдерің суатты болсын, өмірлерің жайлы болсын, дәулеттерің сайлы болсын. Дастарханға береке берсін, бастарыңа мереке берсін. Астарыңа адалдық берсін, бастарыңа адамдық берсін дейді. Тасқа тар өлгенше тасыл көрмеңдер, мұзға бидай өлгенше молшылық көрмеңдер. Жүздерің жайлап өрісті болыңдар, толған айдай келісті болыңдар. Тақыр жерде тайғақ бар, тәңірім одан сақтасын. Бату жерде бәле бар, машайық одан сақтасын. Шұңқыл жерде сайтан бар, сақтаушың одан сақтасын. Ойнақтаған оң қолың ақ білмекте қарысын. Қимылдаған екі аяқ табанында қарысын. Аузыңдағы 30 тіс таңдайында қарысын. Құдай қосқанына Мәриям, 70 досыменен менің жұптарын жазбай, өмір бақи ақсақалды сарысысы, бір төсекті жасқа бір жатып, өмір бақи бір елмесіп қарысын, әумин. Кешіріңіз аға, жаңа мына сіздердің аттарыңыз айтқанда аттарым естімей қалды ма? Ана Өркен деген кісі, Әлия деген кісілер шықпай қалыпты. Мағжан деген кісілер, келіңіздер, аттарым естімей қалды ма, шықпай қалыпты. Келіңіздер, айта беріңіз. Ассаламағалейкум, бүгінгі мынау мерейтойға келген көпшілік
Biz mına Алматы облысының жанында, Қонаев қаласының жанында Кербұлақ деген ауылда келіп отырмыз. Бұл бұрын Кербұлақ совхозы болған, сол кезде осы мына 87 жылмен жұмыс бабымен келгенде осы Мария орынбасарына біздің анау совхоздың орталығындағы детсадтың меңгерушісі болып жұмыс істеді. Бұл кісі білім саласында көп еңбек етті. Өзі одан кейін Кербұлақ ауылында мектепте мұғалім болып жұмыс істеді. Бүгінгі мынау мерейтойға өзінің шәкірттері қатысып отыр. Ал енді Жекенге келсек, Жекенге осы біздің совхозда, одан кейін Кербұлақ ауылында өндірістік жұмысқа көп еңбек сіңірді. Кейіннен осы біздің ауылда әкімнің қызметін атқарды. 70 жасына келгенше еңбек етті. Әлі күнге дейін сол ауылдың ыстығына күйіп, суығына тоңып, бәріне араласып жүр. Өзі сондай еңбекқор, Мәриям апай екеуі сондай балаларын тұмсықтыра шоқыттырмай, киімін көп, тамағын тоқып, бағып, қағып, білім беріп, оқытып, міне соның нәтижесі бүгін мерейтойда осы балаларын жасап беріп отыр. Осы мына балаларға үлкен рахмет айналайын. Әлгі айтады ғой қазақ, құс қанатымен ұшып құйрығымен отырады деп. Сосын мына балаларға мынау істеп жүрген жұмыстарына жетістік тілеймін. Қайда өсімдеріне абыройларың асқақ болсын. Осы мына әке шешелерге бүгінгі жасап жатқан мерейтойлар өздерінің алдыңнан келсін. Өздерінде балаларың осындай мерейтой жасап берсін сендерге. Осы мына біздің ауылдан келіп отырған көпшіліктің бәрінің тілегі сол. Мәриям апай, Жекең менен үлкен болғаннан кейін мен сізді апай деп иә, жеңгем менің. Алтын жеңгем, жаңа кісілер айтып отыр ғой, мерейтойыңыз құтты болсын, сол тілектердің бәріне қосыламыз. Осындай тойда, жақсылықта бас қосып, осындай тойға келіп отқан барлықтарыңызға жұмысты болсын. Сіздерге мықты денсаулық тілеймін. Екеуіңіз көркем қартайыңыздар, ұзақ жасаңыздар. Құрметті қонақтар, мынау 70 пен Марияның бүгінгі 70-тің Марияда 70-ге толықты, 70-тің дарты 70. Бұл кім 70 біздің ауылдағы жақсы жігіттердің бір төресі болуын айтатын жоқ. Өзі сыпайы бір мектепте оқыдық, бір жүріп бірге. Тағдай шашылып, әр жаққа жаңа өлеңдердей кеттік. Арада бірнеше өткеннен кейін екі табыстық бұқар жоқ, ештен еш жақсы деген. Осы 5-6 жыл болып әр жерде кезісіп жүрміз. Ал Мария 70 жасын құтты болсын. Мүмкін сендер осы көпшілік қауымға, өздерінің жақындарына шай беру бесік қауыммен осылай басқоса қазақ әйтпесе адам ептемен жасармайды, біраз шай бермедіктер. Рахмет шақырғандарына. Енді мен қысқа ғана сөйлейін. Осының ішінде қызылордалықтар көп екен, режиміңіздер басқа кісілер, қармақшылықтар көп екен. Сен де өз қызылордалысың ғой көп. Сондықтан сірелім деген әнді айтып берейін. Ырысың қайнап, көрешің жайлап, жатырсың жайлап сірелі. Оранған бөліге сен мен береге, соғады бірге жүрегі. Туған жер менің тірегі, алтын бесікті келемін, текпілік тұнған төбегім. Жыраңның елек тұранның төрі, жасай бер жайна сірелі. Терең өзен жалаға жел, қазалы арал ардарым,
енді мына біз сол жаңағы Қонаевтанбыз. Қонаев ішінде жаңағы Іле деген бұрын өзін ақтан, соның жағасында тұрғанбыз. Бұның ішінде жалайырмыз. Ал енді мына жерде жаңағы сіздерге бата берген бұл осы Шеңгелді ауылының, округтың әкімі болған кісі, кейін осы жақында былтыр облыс батагөйінде бірінші орын алған жүлделі кісі. Сондықтан да жаңағы батасын жүлдадыңыздар. Ана Бақытбек Кербақ ауылында жаңағы ақсақалдар төрағасы сол жүлде Кербақ ауылының. Ана кім екеуміз? Мына 72-міз. Осы неге 84 жылы келген, сол 84 жылдан таныспыз. Мен Қосқындар ауылында жаңағы парторгы болған. Сол жаңағы кім келеді темір жолшымын. Сонда жаңағы жұмыстарын бірге жүріп танысып, дос болып кеттік. Сол достықтан кейін сұрастырып жатсақ, менің құдам болып жүрсіз. Міне Әлия деген жаңағы сіздердің қыздарыңыз. Осы мен кісі менің құдағиым. Осы кісі өркен күйеу балам, Бақжан менің қарындасым. Менің жұбайым Айлыбан. Соның арқасында жаңағы талай араластық, бірге жүрдік. Кейін мына развал болғанда екеумізде жаңағы Кербұлақтың әкімі болды, мен Қосқыздың әкімі болды. Содан пенсияға шыққанша бірге жүрдік. Ана құдағиды танимын, үйде талай шай ішкен, қолдан ас ішкен. Ал енді мына өмір жасымыз ұзақ болсын. Мына Құдай екеуміз құдағи айтайын деген тағым бермей осы бұның атын атайтынмын дос болып жүргенде. Кейін Құдай екеуін білгеннен кейін Құда даже атын да атамайтын болды. Құда деген сөзден басқа аузымыздан бір-бірімізге басқа сөз шықпайтын болды. Ал енді мына өмір жасымыз ұзақ болсын, деніміз сау болсын. Сіз жүзге келгенде мына құдағиымыз бен құдағиымызды ұмытпай тағы шақырыңыз. Апамдарымның берейін етім жаңа айтқан қызға. Әли апай келіңізші, Әли апай. Сөзін әдемі құраған, Алладан медет сұраған. Әли апайға сыйлық беремін, бүгін сіздің тойында сыр елдеп жүрегін жырлаған. Ал құрметті тойша қауым, бүгін міне 70-ден Мариямның мерейтойына келіп отырмыз. Мен Кербұлақта Ошар Бөліктен көрші болдым. Сондай жақсы араластық, сондай жақсы көрші болдық. Сол бүгін тойына шақырғанға рахмет. Тойға келіп отырмыз. Қалай істеймін? Енді балдары жақсы, адамдар еш қартаймай келді ғой. Міне балдары жақсы болғаны үшін, осыларды оқытып білім бергені үшін сендерге осындай той жасап беріп жатырсыздар. Сол тойлары құтты болсын. Екеуінің өмір жастары ұзақ болсын. Екеуінің бір жастықтар қартайып, Алланың берген жасын жасап, осы балдарынан немере сөндіре сүйіп, солардың алақанынан май жағып, қолдарына су үшін менің мына екі подружкам Әшеменен Көркем университеттерін бітіріп, солар оқуларын бітіріп, қолдарына диплом алып, жақсы жерде жұмысқа тұрып, жақсы жерде тұрмысқа шығып, солардың тойында кездескенбіз. Тойларың құтты болсын. Ауырмаңдар, сырқамаңдар. Подружкам бағана келіп мені екеуі танымай қалды. Мені құшақтап сүйіп атыпты. Осы подружкалар оқу бітірсін. Тойларың той болсын. Кім? Құрметті ағайын, құрметті туған туыс мына жерде отырған Құда Жекжат 70 ағаның әріптестер болып келіп отырмыз бүгін Мариям орынбасарының. Бұл кісімен біраз жыл біздің мектепте мұғалім болды, керемет ұстаз болды. Бұл кісіні бәріміз енді қолпаштап зейнетке шығарып салдық. Қазір әлі де болса бұл кісінің оқытқан оқушылары барлығы керемет жақсы жерлерде қызмет істеп. Бұл кісі ең біздің мектебіміздің бет ұстаз болған бұл кісінің. Еңбегі зор. Оқушыларға деген, бізге деген қамқорлығы ұмытпай мінекей. Бүгін тойымызға келіп отырмыз. Ал 70 ағамызды енді жаңағы ауылдың кісілерінің бәрі айтып жатыр ғой. Бұл кісіге енді айтар сөзіміз жоқ. Бұл кісі деген енді атаман болған біздің. Керемет. Ағамыздың бәрі бір ауыз сөзі, бәріміз тек тұрып жүріп қызмет жасадық аға. Мыңда бір рахмет.
тәрбиеңізге рахмет, бізге деген керемет үлгі көрсеттіңіз кезінде. Сіздің айтқаныңызбен жүрдік, талай еңбек атқардық. Мінекей, бүгін тойыңызға келіп отырмыз. Тойларыңыз той қыласын. Әрқашан келсек осы сіздерге, осындай ақ дастарханға керемет, осындай тойға балаларымыздың қызығына, өздеріңіздің қызығыңызға келейік. Соны Алла жазсын бізге. Мінекей, келеміз, қалмаймыз, әлі де келеміз. Біздің ұстаздар міне бәрімізді өшірді. Сізге құрмет, қошеметіміз зор. Рахмет сізге. Ұстазды жақсының ұстанымы жақсы деп, негізі сіздерді Керімбек ауылынан жаман адам шыққан жоқ. Аллаға шүкір. Бір ауыз айтасыз ба? Құрметті той иелері, осындай салтанатты кеште, Мария, мен сенің туған күнмен құттықтаймын. Сенің туған күнің құтты болсын. Әрдайым осындай әдемі болып жүре бер. Көзің жарқырап бүгін отыр көзім, алтын кебап, алтындай болып тұрсын. Сол бірге, жеткенмен бірге жүз жасаңдар. Әр күнің қуанышқа тола берсін. Қазақ осындай, әр қазаққа осындай той тұршылысты болсын. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Әрдайым қазағым аман болсын. Тамада өте күшті жүрсі бар. Мен айтам, мені! Күшті болып үйге кетіп қалайын ба? Болдық па? Қостасы режимейсіздер ғой, кім апай, айтыңыз, анашын ұқпайсың, анашын ұқпайды. Асан ағай бар. Мамам біледі, мамам айтты, Асан аға айтсыздар, аға, мамам айтты. Ассалам. Бұл кісі мамам көтпен неше жыл осы үйде жүрген. Бүгін міне бір керемет үлкен той, мерейтой болып жатыр. Тойларымыз құтты болсын, той ұласын. Міне баласы жақсы адам, анасы мен әкесі қартаймайды. Сіздер өмір бақи қартаймай, өстіп жақсы болып жүре беріңіздер. Балаларымыздың бақытын көріп, өстіп шаттығын көріп, жақсылығын ұзағынан сүйіндірсін. Біздің Мария орынбасарына кезінде бірге жұмыс істегенбіз. Детсадтың меңгерушісі болған, мектепте ағылшын тілінің мұғалімі болған, керемет жақсы апайымыз болған. Жетпіс аға, сізге де рахмет, керемет жақсы бір басшы болдыңыздар бізде. Сіздерден үлгі алдық, тәрбие алдық. Жақсы бақытты отбасыздар, бізге де сол жұғысты болсын. Тойға оласын. Қымбатты тойшы қауым, Мария орынбасарқызы, жетпіс аға, бір кезде Кербұлақта тұрып, бізге аға, апа бола білдіңіздер. Үлкен деп сіздерді алдарыңызда үлгі тұтатынбыз. Дендеріңізге саулық тілейміз. Мерейтойларыңыз құтты болсын. Мария орынбасарына сіздің еңбегіңіз ерен, біздің балаларымызды оқытып, 11 класс бітіріп, ұшырып, ұстазы болдыңыз, сүйікті. Осы уақытқа дейін еске алады, сізді жақсы көреді, біз де жақсы көреміз. Деніңіз сау болып, қартаймаңыздар. Баяғы күйде осыдан 10 жыл бұрын қандай едіңіздер, тура сондай болып тұрсыздар. Әлі де 80 жылдығыңызда немере шөберелеріңізді ертіп, тағы да той жасауды жазсын Аллахым. Өзіңізден düş жасаңыз. Бәріңіз ауырмаңыз, ұрпақтарыңыз аман болсын. Бір ауыз айтыңыз. Мынау ағайын туыстар, мына келіншек неге қайта-қайта шыға береді ортаға деп тұрған шығарсыздар бәріңізде. Мен шама айтып жіберейін, мен Қызылордадан келіп тұрмын. Мен ағамның мамасы осы кетелерге келіп болып түскен кезде қыз болған. Сонымен аға деймін, мен қарындасымын. Аға қарындас болып шықтым жаңа. Аға мен қарындастың жолы ағасы. Енді бұл жол шыққанда мен кластастарының атынан шығып тұрмын. Бір жағынан менің жолдасым, ағамның кластасы. Бірге оқыған 10 жыл, бірге жүрген. Мен соның енді жолдасым, бір жағынан келін, бір жағынан қарындас дегенде, кедейлерге келін де боламын бәріне.
бір жағынан қарындар қыз болады. Ағама жаңа тілектің бәрін айтты ғой. Сонда да жайнаған гүлдей көктемді құлпыра берсін өмірлерің. Шаттыққа шаттық ұласып, бөленсін нұрға көңілдерің. Екеуіңіз ақ құдай қоңыстасып, немере жебере шөптектің қызығын көріп, бақытты отбасы болыңыздар. Ағам, жеті саған бір ауыз сөз айтсыншы. Өтініш. Мен айтайын деген Әлия, бұл мына бізде совет үкіметі келгенде 412 Москва шықты ғой. Сонда жігіттердің айдай алмаған машинасын Әлия айдап, ауылды басқарып, мектепте ол уақыттарда жаңағы бесік оқығандарда алтын деген жоқ па деймін, білмеймін. Біз Әлияға сол уақыттарда мінекей мен бауырым әрі бір жағынан бүгін қуанып болсын бәріне неғып жатыр. Енді мен басқалар да бар ғой, шіркін сөз Әлияны айтып кетейін деп отқаным сендерге таныстыр. Мынау менің коллективтерім ғой, бәрі мынау бірге жаңа біздің көргеніміздің бәрін айтып жатыр. Соған сен таныстырып жатыр. Мен бауырлығымды, елімнің бірге жүрген, бірге өскен ауылда енді Өркенжанға бір ауыз сөз сөйлеп жүрсің, Өркенжан. Кала болыңыз, алысты. Осыдан кейін сөйлемей қойшы, осыдан кейін шашып кеттік. Ал жетпіс аға, мынау бүгінгі сіздің әулетіңізде өтіп жатқан тойларыңыз құтты болсын. Мәриям апамыздың туған күні құтты болсын, мерейтойы құтты болсын. Жастарыңызға жас қосыла берсін сіздердің. Мынау арттарыңыздан ерген бала-шағаларыңыздың, немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің қызықтарына тоймай, осылай гүл жайнап жүре беріңіздер. Біткен жоқ. Қызық енді бастады. Угай әніміз, бала-шаға сәніміз, бала-шаға болмаса, неғып жүрміз бәріміз. Әке дегізген, қазықта жегізген, айналайын әкеден, осы бірге жеткізген. Угай әніміз, бала-шаға сәніміз, бала-шаға болмаса, неғып жүрміз бәріміз. Ана дегізген, мейіз үріп жегізген, айналайын анадан, ақ сүт беріп емізген. Угай әніміз, бала-шаға сәніміз, бала-шаға болмаса, неғып жүрміз бәріміз. Айналайын баладан, қабағыма қараған, айналайын баладан, өмірімді жалған. Угай әніміз, арпа биді дәміміз, бала-шаға болмаса, неғып жүрміз бәріміз. Құда-құдағайлар, сіздердің осындай той жасап жатқандарыңызға қуаныштымыз. Мұндай ұл қыздарды тәрбиелеп, осы өмірге алып келген бірінші Алла, екінші осы әке-шешеге сіздерге бас иеміз. Құда-құдағайлар, бала-шағаларымыздың қызықтарын көріп, өздеріңізге қандай жақсылық жасаса, сол бала-шағалардың алдына келсін, немере шөбере шөп шөксеңіздер. Угай әніміз, сәнді болсын барыңыз, 120-ға келгенше аман болсын жаныңыз. Сүрінге түсіп, ау, Басым құрдасым өзі. Абдолла деген кемеға келіншегіне сөз берсін. кемшін айтты, сөйлеген беді. Келіңіз. Бұл кісі айтпай қойын деп тұқып тұр еді. Құрметті тойшы қауым, бүгін міне Мәриямның 70 жылдығын тойлап жатырмыз. 70-ге шықпағандарың 70-ге шыққандарың 100-ге шығыңдар.
Жәкеңменен екеуің бір жастықта қартайып, әдемі қартайып жассын, бала шағалардың қызығын көріңдер. Мына балдарыңа рахмет, келіндеріңе, қыздарыңа рахмет, осындай мынандай үлкен сарайда той жасап беріп жатқандарына бақытты болсын, қосақтарымен қосағарсын. Мына той бәрілерге жұмысты болсын. Рахмет, рахмет енді. Уақытымызда сол болады, қазір 12 болады. Суретке түсейік, аға, кет саған келіңіз. Анашым жүріңіз, суретке түсіңіз. Жетіспай атты ең бақытты әкеменен Мария атты ең бақытты ананы шақырайын. Бағана екеуін шақырғанда қалай айқайлап шапалағанымыз тура солай айқайлап шапалақ қояйықшы. Жетпіс әкеменен Мария анамыз ортаға келе жатыр. Асқар таубай аялаған әкешім, самал бір жел болып саялаған әкешім. Арлақтан өтем, аялап өтем өзіңді, балаң сені шағалаған әкешім. Ана деген балалардың тірегі, ана деген балалардың тірегі. Ана деген асылжан ғой ардақты, ана деген табиғаттың жүрегі. Сіздерді ортаған шақырған себебім бір торт бар еді, кесіп жеп алсақ. Сіздердің ана тортты ырым болып шақырайын деп тұрмын. Тәтті ғой торт, тәтті немере шөберелеріңіз көп болсын. Екеуіңіз тәтті жүзін асып кетіңіздер. Сіздердің мына ұрпақ бала-шаға немерелеріңіз өмір бойы тату тәтті болсын деген ниетпен шапалақ ортаға тәтті торт шақырайын ағайындар. Махаббат ескірмейді екен ау. Сол бір кезде махаббаттың бастаған жалынына
koysanızlar болады. Рахмет. Ескірмеген махаббаттарыңыз мәңгі болсын. Рахмет, рахмет, бәріңізге рахмет. Енді мына кісілер 70-ке келді. Апам айтып жатыр, анамыз мен 70-ке келді. Тортты кеспей-ақ қойыңызшы, маған өтініш шығып еді. Өтініш айтып еді анамыз, тортты кеспей-ақ қойың. Халыққа бір көрсеттік. Енді официанттар кесіп әкеліп береді ғой. Тортты бір айландырып алып кетсеңіздер болады. Арнайы келіп тұрған тағы да бір қазақ әннің тұлпары. Қан салса жүйрік әнші. Сахнаның саңлағына айналған керемет әнші. Ана туралы әнін арқалап, қазақтың азаматы келіп отыр. Қазақтың әншісі Азамат Оразбек, сіздің құрметіңізге. Аналар мәңгі жазасын. Ең жақын достар шақырайық, жиендері бар, бауырлары бар, ағамның бауырлары, ағаларымыз бар, Алпысбай ағамның бала шағалары бар. Ортаға осы Жаңабай Алпысбайымыз бастап. Ортаға шыға беріңіздер. Шалқар, Гүлмира, Алтынгүл, Әділ, Клава, Ағайша, Мұрат, Ләйла, Теңіз, Ерболат, Гүлману, Күлімхан, Алимас Шубайменен, Запқа, Гүлману, Берікбай, Тишкүл, Қазбек, Айбану, Шалқар, Гүлмира, Гүлшат, Тұрғангүл, Ақан, Айсұлу, тағы бір еді. Сіздің бауырларыңызға. Мереке, Алпысбайыңыздан келіңіздер. Жарқын Алпысбайыңыз, бәріңіз. Алпысбайған бала шағасы бәріңіз. Билеп сөйлейік, билеп сөйлейік. Одан сөйлейік, қыз балаңызы. Не сізбені қыз балаңызы бәріңіз шықыңыздар. Билейік, билейік.
туысқандарымызсыздар ғой. Папамдан кейінгі аға мен апам екеуміз, балдарымыз. Бәріне балдарға рахмет. Мынандай шалқыған той, керемет той, 70 жастың екеуін жасаңыз, Мария апай. Аға сізде. Балдарыңызға да сонда ұзақ өмір тілеймін. Көп рахмет. Қонақтарға, туысқандарға бәріне рахмет. Өте жақсы той өтті. Өтіп жатыр. Өте қуаныштымыз. Сіздерге барлық жақсылық тілеймін. Аман есен шауып жүре беріңіздер. Құрметті той иелері, бүгінгі жеңше 70-ге толған күні құтты болсын. Жұмыртқадай аппақ болған жеңешем, сағынамын қорқмайыңды жемесем. Жұмыртқадай аппақ болған жеңешем, сағынамын қорқмайыңды жемесем. Біз мына 70 ағаның қарындасымыз, қармақшының адамымыз, қармақшы туған жеріміз, кете деген ұлданбыз, ағамның ұлы өзіміздің ағамыз. Бәрі қармақшықтан көріп жүрегіміз жарылып, сондай жекелерін ұзақтап жатырмыз, қармақшының есі бұрқ ете қалды ғой деп. Сол сияқты бүгінгі мереке құтты болсын. Мына жеңгем екеуіңіз аға ұзақ өмір сүріп, бізді қуанта беріңіздер. Сіңлілеріміз, інілеріміз өсіп келе жатқан. Барлығы аман есен болсын, осы тойда жиі кездесіп тұрайық. Жеңешемнен қалмаймын теңесем деп, жеңешемді сағынам көрмесем деп, екі қызға мына екі сыйлықты берейін, айқайлап өлең айтқан жеңешем деп. Шыдайтын мен, ақыл болғанмен өте жүріп қал. Аға жеңге, тойларыңыз құтты болсын. Өмір жастарыңыз ұзақ, бала шағаңыз жүре беріңіздер. Аға, апа, туған күндеріңіз бүгін мерейтойларыңыз құтты болсын, тойларыңыз қазыналы болсын, немере шөберенің қызығына тоймай жүре беріңіздер. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Бүгін Алматының төрінде үлкен дүбірлі той болып жатыр. Бұл тойдың куәгері жеңгеміз Мариян. Туған күні 70 жасқа толып жатыр. Мария жеңеше туған күніңіз құтты болсын, еліңіз сау болсын. Әрқашанда осы жас қалпыңыздан қалмай жүре беріңіз. Ағам екеуміз бір жасқа қартайып, өсіп отқан немере шөберелердің ендігіздерде қызығына тоймен жүре беріңіздер. Осындай той бәрімізге жұмыс болсын. Сол, ешкім жаман ұрмайды, өзіміз болып тұрмасақ. Қайырлы кеш, құрметті тойшы қауым. Ағамның отбасына келіп жатқан қадамдарыңызға гүл бітсін деймін. Ал аға, сондай керемет той болып жатыр отбасыңызға шаңырағыңызға. Жеңешемнің 70 жасын тойлатып жатсыздар, мына балалармен қосылып, құтты да қайырымен болсын деймін, той қазыналы болсын деймін. Ең бастысы дендеріңіз сау болсын. Жастарыңыз ұзақ, екеуіңіз қостасып, жастарыңыз 100-ге жеткенше бір жастықта әдемі өмір сүріп, әдемі осындай күніге тәрбие беріп біздерге өзіңіздің кішкентайларға жақсы үлгі болып, осындай ақылшы болып жүргеніңізге мың алғыс сізге. Басыңызды иеміз, аман жүріңіздер, балалардың қызық рахатын көріңіздер, шаршамаңыздар, ауырмаңыздар, тек жақсылық тілеймін. Отбасыларыңызға бақ, береке, бірлік бола берсін, той тойға қаласын дегенмен. Ассалаумағалейкум, жиналған қауым. Ағам, сіздің туғаныңыз деп қамшы сізден бастап өтқан ғой. Жеңшесі, екеуіңізге бір той қояйық. Сіздің жастарыңыз құтты болсын, денсаулықтарыңыз құтты болсын, өмір жастарыңызды тек қана тәтті, өстіп болсын бүгін әдіспен қарабазар әулетін күніңіз құтты болсын, 18 жасыңыз. Көке екеуіңіз қол ұстасып, өсіп ортамызда
сартысты әже, ақсамайды әже, сартысты ақсақал болып жүре беріңіздер. Қуаныштымыз мынандай үлкен дүбірлетіп, інілерімен сімейдерге рахмет. Осындай сіздерді сыйлап, той жасап беріп жатыр. Әрқашанда денсаулық, бақытты болып жүре беріңіздер. Су сұрасам, сүт берген қайран жемшем. Мінекей, сіздер бүгін Ақтүйенің қарны жағылып, 2:35-ке келіп жатсыз. Көке, бүгін мынау Қарабазар әулетінде үлкен той болып жатыр. Тойға келген көпшіл қауым, қадамдарыңыз құтты болсын, жүрген жерлеріңіз әрқашанда той болсын. Ал мұнайки бүгін балаларыңыз өсіріп, бәйтеректей үлкен тамырларыңызды жайып, Алтынай, Ғалымжан, келіндер Үрстем, Жылзай, айналайын, мынау атаңа не істесең, алдыңа сол келеді дейді. Бүгін әке-шешелеріңнің үлкен қуанышын, тойын, мінекей, есеп беру той дейді ғой бір жағынан. 70 жас, мінекей, өркендеріңіз өсіп, жан-жақтарыңызды, жапырақтарыңызды жайып, немере сүйіп атырсыздар, шөбере сүйіңіздер. Мәкең, мен Марияна жеңгемді Мәке деймін. Ең бірінші, мен мектеп бітірген кезде 78 жылы ауылдан қалаға келдім. Жеңгем үйіне келдім, ағам үйіне келдім, нағашы әжем үйіне. Сонда кілең ер балдар Мәкең түскенде бізге қызып, бірінші келін көш бастап, өзіңіз келін болып түсіп, мінекей артыңыз енді Аллаға шүкір, өркен жайып, сіздің жаңағы аналық, өзіңіздің тәрбиеңізбен өсіп, өніп, мінекей үлкен Алматының төрінде той жасап жатырсыздар. Тойларыңыз тойға ұлассын, бала-шағаларыңыздың қызығын көріңіздер. Әрқашанда бірінші байлық денсаулық, дендеріңіз сау болсын. Алланың берген жасын жасап, біз тек сіздердің қуаныштарыңызда жүре берейік. Көке, Мәке. Мерейтойымыз құтты болсын, денсаулығыңыз зор болсын. Алла тағала еліміз саулық, ұзақ өмір сүріңіздер. Еліміз аман, жұртымыз тиіш болып, немерелеріміз көп болып, Алла тағала шөбере көрген жассын. Әлемдегі баршасын тілеймін. Асқар тауымыз болып, ақылшымыз болып, арамызда аман есен жүре беріңіздер. Құтты болсын тойларыңыз. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendisi tuğlarımız kutlu olsun, 235'imiz. Densalığımız mıkta olsun. Nakorundan ballardan kızıllar ve arkadaşında öbürlü cürümlükler. Ya abuklarımız benim cesamızlar. Ya cesavattan amcanlarga, ballarga verine rahmet. Toy qalasın, jaqlarım üstü cəməliklərinizdir. Ассалаумағалейкум тойшыл қауым. Мынау төрге шығып қан болып, тойға келіп, би болып отқандарыңызға, қадамдарыңызға Алланың барлығыңызға нұры жаусын. Барлығыңыздың да жанұяларыңызда осындай жақсылық той болып, барлығыңыздың да балдарыңыз осындай сіздерге 70 жастарыңызды, 80-100 жастарыңызды тойлап, осындай әрқашанда сіздерді той төрінде отырғызуға Алла нәсіп етсін барлықтарыңызға да. Ал біз мынау мен Қармақшы ауылы Аңжар совхозына келіп отырмын. Жаңағы 100 шайыр шыққан жерден келіп отырмыз. Кете деген рудан боламыз, Жетегеннің інісі болам. Біз іні болғанда да біздің 70 жылдық тарихымыз бар, ініміз. Оны біледі, мынау төрде отырған Әшмаған біледі, осы сияқты үлкен кісілер біледі. Мынау тұрған Түйшкүл Жетегеннің үлкен жиені, Берікбай үлкен жиені. Біз үлкен қыздың балдарымыз осы әулеттегі. Ол кездегі тарихтарды айтсақ, қазір көп адамның көзіне жас келетіндей шамадамыз. Біздің әкеміз науқас болып, сырқат болып, екі аяғынан жүре алмай жатқан кезде біздің атамыз барған екен. Ай, жұбат, сен
қызымды менің балама берді. Сонда жүре алмай жатқан баласына мынау жетсек ағамның шешесі айтқан екен дейді. Мырзаға, менің балам сенің балаң, сенің балаң менің балам деп. Сондай сөзді айта алатын, сондай билікке жүре алатын шаңырақтан шыққан бұл жетпіс ағам. Алла бұл кісіге 70-іне 100 жасты Алла берекесімен, бақытымен нәсіп етсін деймін. Біз осы 70 ағамды біз былайша мен өзім мынау Берікбайдың әкесінің інісі болып, бізді бүйтіп өсігіні қазіргі тілмен айтса құда деп айтылады. Бірақ мен өз басым 70 ағамды құда деп айта алмаймын. Өйткені менің үлкен шешемнің бауыры, біз көзімізді ашқанда сол ақжарда тұрады бұл кісілер. Біз айтатынбыз, қаяққа барасың десе, әжем үйіне баратырмыз деп. Сонда әжемнің үйі осы 70 ағамның үйі тұғын. Көзімізді ашқанда сол жерге бардық, сол кісінің қолынан майын жаладық, нанын жедік, өстік, осындай жағдайға жеттік. Осы ағамдардың ақылымен, осы мына Дархан ағам, 70 ағам, Қуаныш ағам, осылардың жетегімен ойнадық, өстік. Аға, ұрпағыңызбен ұлықпандай мыңға жетіңіз. Сіз бақытты ғұмырға лайықсыз. Мына жеңшем жаңағы қазақта айтады ғой, жібекті түте алмаған жүнге айналдырады дейді. Сіз осындай Мариядай жеңшемді мінекей 70-ге келсе де қыздай қылып ұстап отырған сіздің арқаңыз. Біз сізге мақтанамыз, біз сізді мақтан тұтамыз. Сізді ел мақтай алады, сіз елге аға болған адамсыз. Әрдайым осындай жақсы жүзіңізбен, жарқын бейнеңізбен Алланың берген ғұмырын сіз мақтаншылықпен жасай беруге лайықсыз. Аға, Алла сізге әрдайым абырой берсін. Мына балдарыңыз сізден әке көрген оқ жанат, шеше көрген толып жеттіп, сізден көргенін істеп, көргенді елдің баласы атанып жатыр. Осының барлығы сіздердің еңбектеріңіз, сіздердің тәрбиелеріңіз. Біз әрдайым сізбен мақтанамыз. Ағасыз, тек қана өмірде аға деп алтын әріптен жазатын ағасыз. Аға, рахмет сізге. Рахмет. Ойбай, қысқа сөйлейтін біреу бар ма? Уже столдан заттар жоғалып жатыр, мамау. Қайсы? Қысқа айтпашы біреу. Құтты болсын деп айтсаңызшы бұл. 70 жасы құтты болсын әрқашанда. Жайған достардан әрқашанда қуанышқа, тойға жайылсын. Бәріміздің де отбасымызға осындай қуаныш тойы болсын. Болды. Сүрге түсіріңіз. Сізге Алла разы болсын. Сол үшін мен шақырдым. Мен енді қазір сіңіліме бір сөз беріп жібергім келіп тұр, Қызылордадан келген. Күлбану, бір-екі ауыз сөйле. Бәсе, мен не мақтап жатырсың? Қайда, осы кісі ма? Қызылордадан келдіңіз? Келіңіз, брауыз. Құтты болсын деді. Патакысы, бәрі келіңізші. Аға, апай, біз әрқашанда сіздерге тілекшіміз. Біздің алдымыздағы айнамыздар, айна әрқашанда тозбайды. Осындай айнамыз аман болсын деп деймін. Барша отырған қауымға той көріңіздер деймін. Мен қашып кетейін, сөзге түсірші. Қашып кетейін, сөзге түсір болды. Құтты болсын деп айтасасыншы. Дауысы жазылсын видеоға. Стоп, құтты болсын деші. Құтты болсын, қиын бала десін. Ал билегіңізді, билейші. Сөйлегенше билейші. Той болғаннан кейін ешкім ренжімесіне бәріңізге сөйлетіп жатырмын ғой, сағат 12-ға 20 минут қалды.
Restoranda uақыт var, режиміңізде. Дұрыс қой, мама. Ешкім ренжіп кетпесін деп, суреттеген кісінің бәрін сөйлетіп жатырмыз. Алла разы болсын деп. Сол үшін келіп отырғанына ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп. Жаңа бір кісі сөйлегенде айтты. Сіздің шәкіртіңіздің бәрі үлкен қызметте, сіздің тәрбиеңізді өмірде жаратып жатыр деп. Сол оқушыларыңызды ортаға шақырсам деп тұрмын. Мәрия апамнан тәрбие алған, үлгі алған, білім алып, қанаттан ұшқан шәкірттері, оқушылары ортаға билеп шығайықшы. Баяға, бағана мұнда отырыңыз. Бағана бейжарыс болғанда бір әдемі билеген жігіт, ашқиы бар, бойы ұзын әдемі жігітті таппай жүреді ғой. Осы ғой. Осы бағана таппай жүрді ғой, күшті билетті. Міне призы, сені күшті билеген. Осы ғой мен таппай жүрген. Ассалаумалейкум. Так как мы рассказали, вы нас научили то, что значит слово, наш первый английский учитель. Очень рад вас, поздравляю вас с днем рождения, 70-летием. Здоровья, счастья, благополучия. Апай, сіздердің ауылда керімбақта осы пияз екпей ма, Мына оқушыларыңыздың бойына қарасам, сәбізі кетіп жатсыздар ғой. Құрметті Мариям Мақсатовна, сізге тойларыңыз құтты болсын. Дендеріңізге саулық тілейміз. Сіздерге көп рахмет. Міне сіздің шәкірттеріңіз өзіңізден ұзын болып тұрған. Сіздің еңбегіңіз зор. Бізге тәрбие бердіңіз, білім бердіңіз, өмірлік біздің ұстазымыз болдыңыз. Соға сізге көп рахмет айтам. Басымды иемін. Сіз біздің тек қана ұстазымыз емес, біздің ағамызсыз. Бақытты болыңыз, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Балаларыңыздың, немерелеріңіздің, Алла қаласа шөберелеріңіздің қызығына тоймай, рахатына тоймай, ағам екеуіңіз аман-есен жүре беріңіздер. Бай болыңыздар, бүкіл армандарыңыз орындала берсін. Біз сияқты шәкірттеріңіздің Алладан сұрап отырған сізге талай жақсы тілектеріміз бар. Соның барлығы қабыл болып, бақытты болыңыз, аман болыңыз. Біз жақсы көреміз. Біздің сыныбымыздың атынан өзіңізге ұнаған затты аласыз. Не вас любим. Жақындыңыздар. Аға келіңіз. Сіздердің балаларыңыз ғой, суретке түсіп алайық. Приз берем, приз. Бәрі де приз берем.
Hürmetli okuşlar, hürmetli şekilde apayımıza sokamız, çay içmeyi. Başlayalım. Ballarınızla. Жаңа көршілерді шақырған кезде аттарды естімей қалды ма деп бір кісі шықпай қалыпты. Мен айтып тұрмын ғой, үйленген той емес, екі адам шығарып жүре дейтін. Үлкен кісінің тойы ешкім ренжімей кету керек та. Алланың нұры жоқ, ешкім ренжімей кету керек. Сондықтан бір екі көрші үйлене қалыпты, Бота деген кісі, Мария деген кісі, Бота деген кісі сөйлемей қалыпты, шықпай қалыпты бағана көршілер. Сол кісілер болса ортаға шықсын. Қағаз көлемнің құлағы тіпті ұзақта өтен шын гүлді көршім қызы келді әкесі болған жақсы ауылдан біздің үйге келеді ауа райы ма жақпады. Тілегіміз айтып тілегіміз. Сағат 12 болып қалды ағайын, кішкене шыдайық, сабыр сақтаңыз, тұрмаңыздар. Тыңдайық. Жетпіс аға, Мария жеше, алма, тойларыңыз құтты болсын, жастарына жас қосылсын, үлкен аға болдыңыз, ата болдыңыз, әке болдыңыз, бәріміздің жағамыз болдыңыз. Жеше, сізге де айтылады, жасыңызға жас қосылсын, Алланың берген жасын жасаңыз, балдарыңызға рахмет, басымыз иеміз. Ештен кеш жақсы дейді. Я, жоқ, айтылған жоқ. Естіп отырмыз, қарымды отыраңыз. Я, оқашым оның. Бар жақсы. Ал енді, құрметті тойшыл қауым, тойларыңыз тойғаласын. 70 аға, Мариям апай, 30 жыл көрші болып келе жатырмыз, осы жаққа көшіп келгелі. Сіздердің тойларыңыз тойғаласын. Осы көрінге бала-шағаларыңыздың қызығын көріңіз. Енді немерелеріңізді үйлендіріп, шөберенің қолынан су ішіңіз. Аға апа, 70 жасыңыз құтты болсын деймін, өмір жасыңыз ұзақ, деніңіз сау, балдарыңыздың қызығын көріп отыра беріңіздер, теңдей көріп. Балдарыңызға, қыздарыңызға, келіндеріңізге, бәріне рахмет, той жасап келіп жатқан, бәріңізге жұғысты болсын деймін. Енді кім айтқан білмеймін айтарым аға, тойда аталмайған адамның жасы ұзақ болады дейді ғой. Оны білмеймін, мен өзім аталмайған кісілерге сыйлық бергенді жақсы көрем. Жетіспай ағамның әулетінің атынан үш көршіге үш сыйлық. Мінекей. Айып шапымен шапамен жолын қалдыңыз ғой. Міне, енді сүреді кетісі ме? Ырза болды. Сүреді кетісі ғой. Тегіз айтыңыз. Неге кетеді ауа райы ма жақпады ауылдан біздің неге кетеді ауа райы. Осы күнге, осы тойға ауырмай аман есен келгеніміз үшін, осы тойға жеткеніміз үшін Аллаға сансыз шүкір айтып қояйық ағайындар. Алдымен Алла күә, сосын сіздер күә, бүгін мына Жетісбай атеменен Мәрия анамыздың мәртебесін көтеріп, мынандай хан сарайында дүрлеген той болды. Осы әкеменен ананың мәртебесін көтеріп той жасаған бала-шағаларын ортаға шақырайын. Ұл қыздары Алтынай, Альберт, Ғалымжан, Рауан, Рүстем, Елдана, Бақыт, Жұлдызай, Алтынбек, Жанар, Нұржан, Айманат, Дәулет, Жанат, Дастан, Фариза, Айдын, Азамат, Елмира, Динара, Гүлнара, Айбек, Айгерім, Аида, Шолпан, Қуаныш, Чингиз, Хасим, Ләззат.
қанша бала туып салдым мына кісі. Ал келіңіз. Үлкеннен бастайық. Ал тыңдайық. Бала шағасын тыңдайық. Ақан, Айсұлу келіңіздер. Келіңіздер. Олар бағана шықты ғой? Бағана шықты. Ақшасын берді ғой, мен көрдім ғой. Кандидат берді ғой. Кандидат берді ғой, мен көрдім ғой. Я же из бронетанковых войск, конечно. Мамулечка, мы с днем рождения все вас поздравили. Но я бы хотел сказать больше благодарности в том смысле, что есть такая профессия, как мама. Вот у меня мамы давно нет. Просто мама — это самое главное в жизни. Вот можно поменять мужа, можно поменять все, кроме мамы и папы. Вот, мам, вам спасибо от всей души. Потому что это самое тяжелое, не спать ночами, нервничать, мало того, что еще работать. У вас своих 4 детей и 5-й рядом стоит. Вот. Вам было тяжело, я понимаю. Поэтому я бы хотел, чтобы все дети, которые присутствуют здесь, просто поклонились своим мамам и сказали спасибо. Мамочка, с днем рождения, спасибо вам. Поклон от всей семьи. Құрметті мамамыз, апамыз, бүгін мынау сіздің кейін 70 жас тойыңыз. Көптен күткен бәріміз бүкіл бәрі жинаған ұлдарыңыз, ұлдарыңыз сізге бүгін үлкен тойыңыз. Құрметті болса, құттықтап аман болыңыз, арамыз әрқашан күліп ойнап жүре беріңіз, ауырмаңыз. Енді бұйырса сіздің 90 жыл тойыңызды абай күні болса, бір тойлап біреуге болса, ағайынды басын қосып аман болайық. Тек жастық болса, дастарханымыз жайлы жүрсін. Бүгінгі мерейлі жасыңыз құтты болсын, тойларыңыз тойға ұласа берсін, шаңырақтарыңызда тек жақсылық бола берсін, балаларыңыз өсіп, тек қана жақсылықтарын сіздерге көрсете берсін. Не деймін, осы отырған, тойда отырған игі жақсылар мен жаны жайсақ жандардың тілектеріне қосыламын. Мерейтойыңыз құтты болсын. Астаңыз аман, дендеріңіз сұлу болсын. Өстіп басын ұзағыңыз сүре беріңіздер. Алла берген жасын таза беріңіздер. Мына бала шағаларыңыз аман болсын. Өсе берсін, екі шағалардан көріне берсін. Той толық болса берсін. Құрметті той жиналым, саламатсыздар. Көке, апа, үлкен мерейтой жасап жатсыздар. 70 жасқа жеткендер бар, Аллаға шүкір. Бүгін міне өте керемет той болып жатыр. Осыған жеткізген балаларыңызға рахмет. Тойға ұласын. Немерелеріңіз көбейе берсін, шөбере сүйіңіздер, Алла қаласа. Баған бері айтып жатқан тілектердің бәрі періштенің құлағына шалынсын. Үлкен әже болып қартайып, көкем екеуміз бір жастықта қартаюды насып етсін. Тек қана жақсылық болсын, сіздер тойларыңызға келе берейік, жүздеріңізден күлкі кетпесін. Осы балаларыңыздың қызығына тоймай жүре беріңіздер, жарқырап, жайнап. Сол сіздердің қуаныштарыңыздың куәсі болып біз жүре берейік. Келіп жатқан барлық туған туыстарға рахмет.
нағашылар алыстан келіп жатыр ғой, Қызылордадан, жан жақтан құдаларымыз келіп жатыр, құдалықтарымыз мың жылдық болсын. Сол тойларымыз тойға алсын. Құрметті қонақтардан бала шағалар сөгелі шапалақ ұрып отырсаңыз, ағайын туыс, сіздердің балаларыңыз ғой. Ахан жаңа берді көрді. Әжека, мен сізді өте қатты жақсы көремін. Ата екеумізді көремін. Бүгінгі мерейтой құтты болсын. Ата екеуміздің осылай әрқашан қуаныш таңдағанда бірге қол созып жүрген нәсіп етсін. Сіздерге бірге тілейтінім әрқашан да ұзақ ғұмыр, зор денсаулық, қажымас қайрат, әрқашан да осылай езулеріңізден күлкі етпей, бұйырса ұрпақтарыңыздың қызығын көріп, осы әрқашан да әрбір жердің төрінің сәні, әрбір шаңырақтың шуағы болып жүре беріңіздер. Әже, ата, сіздерге ең бастысы тілегім ол денсаулық. Екеулеріңізге арамсыз күліп ойнап, жақсылықта жүре беріңіздер. Негізі әжеге арқылы болып келе жатқан, мен де ағылшын мұғалім болып келе жатырмын. Осы екі тілде сізге арнап тілек айтқым келеді. Тинеде най-най, және чиши свои шины пайда. On this special day, I wish good health, happiness, peace, and many more beautiful years surrounded by the people who love you. And may every day bring you your smiles, warmth, and wonderful memories. Бүгінгі 70 жас мерейтойыңыз құтты болсын. Бүгін осы мерейтойыңызға келіп жатқан ағай туыстың бәріне көп рахмет. Өстіп осы қуанышыңызға жан жақтан келіп жатыр. Не деймін, алдыңызда өстіп жүре беріңіз, артыңызға келе жатқан жаңағы ізіңізді басып келе жатқан немерелеріңіз немерелеріңіз көріп отырсыз, ізіңізді басып келе жатыр. Енді әрі қарай шаршамай немерелеріңізді бақытыңыз, бала шағаңызды бақытыңыз. Әрі қарай енді шаршамай өстіп 90-100-ге дейін шөбере бақыңыз. Осы келген ағайын туыстың бәрі сол шөбере бағып, 100 жыл тойыңызда тағы естіп жиналып келсін. Айда кел. Бүгін көкеу, Мария апа, бүгінгі мерей жасыңыз құтты болсын. Әрқашан төріңізде өстіп, жарқырап, үлкен кісілеріміз сіздер аман жүріңіздер. Сол кезде біз ешқашан бала болып сіздердің алдарыңызда жүре береміз. Жақсылығыңызды көріңіздер. Той тойлатып, әрдайым сіздердің қуанғандарыңызды көріп, дендеріңіздің сау болғанын көріп, мәз болып жүре берейік бала болып әрқашан. Бүгін мынау туған туыстың барлығыңыздың басыңызды қосып жатсыздар. Тойларыңыз тойға ұласа берсін әрдайым. Үйлеріңізде тек жақсылық болсын, той болсын. Әрдайым осы бала шағаңыздың жақсылығын көріп, 100-ге дейін жүре беріңіздер. Мейрамдарыңыз бәрі қосқа келеді.
сіздер үлкендеріміз аман болыңыздар. Кішкене өсе берсін, соның бәріне куәгер болып жүргендер. Бәріміз аман болайық. Тойдан тойға. Oldu mu efendim? Sürekli түскен. Konum. Sürekli сөйлейсіз. Sürekli түскеннен кейін Асия есіме тәтті. Әкеміз бен анамыз бір ауыз сөзін айтсын ағайын. Тыңдаңыздар. Құрметті жамағат, мынау бүгін Алла тағала қолдап, біздің балаларымыз мамасы мен папасын ағайын туысқанмен табыстырып жатыр. Мына қазақ атам айтады ғой, алтыннан жағаң болса да, жеңіңменен жаға керек дейді. Қанша батыр болсаң да, ағайын мен бауыр керек дейді. Сондықтан мінекей бауырларымызды, ағайын туысқан, жекжат, құда, барлығы бүгін көптен бері көрмеген бір-бірімізді көріп, бұның өзінде бір бақыт. Баяғыда әкем айтатын, балам таңертең ерте тұрып, көршіге сәлем берсеңде ең бақыттың біреуі дейтін. Сол сияқты міне сіздерге қадамдарым құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, әр уақытта тойларыңыз көп болып, еліміз жұртымыз аман болып, әр уақытта шауып жүре беріңіздер. Мына бүгінгі бізді сыйлап келген қадамдарыңызға Алланың нұры жауып, дендеріңіз сау болсын деймін. Енді балаларыма рахмет айтамын. Осындай мына сендердің де бастарында келсін. Жаңа мен Марияға айтамын ғой. Баяғыда Дарханның көз тірісінде мен 40-қа келгенде Қызылордадан 40 үйдің адамын алып келген ғой. 40 үйдің адам. Бірінің артынан бірі 2 вагон болып 40 үйден адам келіп 40-ты бірінші рет бастағанбыз. Содан 40, 50, 60, 70 бәрі кетті. Соны кеше Мәрия айтады ғой, енді екеуміз бірге жасайық, балдар жасаймын деп жатыр дейді. Мен айтамын, жасамаймын, 80-ді бірақ жасаймын дейді. Сол 80-ді тойға келіңдер, аман болайық, бәріңнің сондай бастарыңа той келсін, аман сау болыңдар. Мыңда бір рахмет айтамын, бүгін бізді сыйлап, осындай мінекей жаңа айтып жатырмыз. Әрқайсысының орындарын бөлек, мына кім Серік қана отырған, Серіктіға біздің ағамыз бұның әкелерін көзімізбен көрдік қой. Ана Серік тұршы, ана Серік. Көкелерімізді көзімізбен көрдік. Солар міне артымыздан ерген бауырлар, анау Мерембектің бойы болмаса бәріне кіші сол. Біздің жаңа еркетайымыз. Анау отқан Мерембек бөлек қойып, әнекей. Мен бауырларым мына осы бәрін айтып өтеді. Әшім ағам әнекей, мыңда бір рахмет айтамын. Әшім аға, 100 жасаңыз. Бүгін мына ағайын туысқандардың ортасына келіп, осындай жаңаға денсаулығың сондай ауырлау көтермей тұрса да, 70 жан мені сіздің тойымнан қалмайым деп, менің әкем соңынан қалмай балық аулайтын Әшім ағам. Міне көз отыр, шешеммен көзі екеуінің қасында жүріп, нан бөліп жеп, балығымды жаңағы артында қуып жүріп жеген Әшім аға міне 86-ға келіп отыр. Сондай жас тілеймін, бәріңе аман сау болыңдар. Мыңда бір рахмет айтамын. Мынау мектеп ұжымы, мына балдыздарым, мына алтындарға бәріне түгел мыңда бір рахмет. Келген енді қуанғаннан аттар дегесіме түсіп жатыр, әйтпесе бәрінде бақытты болыңдар, дендерің сау болсын. Ең қызығы сол, өмірдің бар қызығы сол. Мынандай сендердің де балдарың қастарында жүріп, осындай той жасап бере берсін. Осыған жетіңдер, Алла тағала осы айтқан тілегіміз қабыл болсын. Құрметті ағайын, құрметті құда жекжаттар, бүгін мінекей біздің балаларымыз үлкен бір дастархан жайып жатыр екен. Сол дастарханға барлықтарыңыз сыйлап келіп отырғандарыңызға мыңда бір рахмет айтамын. Басымды ием, сәлем берем, ана үлкен отырған ағаға сәлем берем. Аты айта алмай отырмын. Әшім ағам. Сәлем берем
аға. Иә, бақытты болыңыз, ортамызда алдымызда жүре беріңіз. Иә, бір ауыз айтқан сөзіңе жаңағы келіп отырсыз мінекей бала шаға барлығы. Иә, иә. Енді мына жерде келіп отқан қайындарым бар, қайынсіңлілерім бар. Мына жақта келіп отқан өзімнің төркіндерім бар. Келіп отқан өзімнің ұстаздарым бар, мұғалімдер. Мынау менің екінші өзімнің мына балаларым болғаннан кейін мына балаларым менің өзімнің, иә, ол да менің өзімнің туған балаларымнан артықтай болмаса кем емес. Барлығына рахмет айтамын, барлықтарыңа басымды иемін, осындай дастарханға келіп, балалардың дастарханына келіп, келіп отқандарыңызға рахмет айтамын. Күлипа мінекей қаншама жерден Астанадан келіп отыр. Иә, енді айта берейін десем барлықтарыңызға рахмет, басымды иемін, сәлемімді беремін. Осы әулеттің ақ батасын беріңіздер. Өмірдің тек қызығын көріңіздер. Бүгінгі келген бәріңіз аман болып, енді 7 сағаттың 80 жасына келіңіздер. Бұл жерде отырған менің сүйікті құдағиым отыр, Қызылордадан келген. Құдағи ұртыя құдағи. Я келешекте сіздің де осындай мерейтойыңызға бізде барып қалайық. Аллаға саңыз шүкір. 70 әкеміздің 80 жасына аман есен жетуге Алла нәсіп етсін. Енді Әшім ағамыз, әкеміз, атамыз тойдың басын батамен бастанып, Әшім атамыз өзі батамен аяқтасына қайында. Аумин. Құдайым олдасын, еш жамандық болмасын, оттарының бастарын қайбіреттіліксізден қолдасын. Бәрінің отбасыларына аман болсын, қуанышты береке бірлік болсын. Бірлік бар жерде тіршілік бар дейік. Бұна 70 жаммен Миражанның өмір жасы ұзақ болсын, бала шағасын қызын көрсін, отбасыларына аман болсын, қуанышты береке той болсын. Бәрінің отбасыларында аман сау, бас қожа берейік болсын, аман сау. Амин, қали айтқаныңыз келсін. Алағайындар, біз қазақ, мұсылман халықпыз. Біз ысырап дегенді сүймейміз, ысырап болмасын. Дастархан сіздер үшін дайынған, ештеңе қалмасын. Бәрін салғаныңыздар, бала шаға жесін, ас болсын. Бүгінгі соққан шапалақ, бүгінгі тілек, бүгінгі бата өздеріңізге Алладан қуаныш, денсаулық, той болып қайтсын. Рахмет, сау саламат. Бір билеп қаяқ сол үшін кетіп қалмаңыз.